9 жасымда дәстүрлі ән үйірмесіне қатысып, қазір 5 жыл болды. Сол дәстүрлі әнде қызыл дипломға бітірген болатынмын. Ең бірінші өнерде қадамымды дәстүрлі әнмен бастап, қолыма домбыраны алып, қазақтың халық әндерін, дәстүрлі әндерін орындап жүрген болатынмын. Бүркіт бозбала қасқырдауда түрідай, алтай қызыл ақтамақ қияшыңда сүрідай, жігіттің артық абзалы бір Аллаға сенеді. Бәрекелді балам. Және менде көптеген алдымда таңдаулар болды. Маған өзіме осы дәстүрлі ән қызық болды. Және осы дәстүрлі әнді айтып, қазақтың өнерін дамытқым келді. Сөйтіп, ең басында дәстүрлі ән таңдаған болатынмын. Сол өнерде әнімді айтып, көптеген конкурстарға қатысып, жеңіске жеттім. Өте қызықты болды, және қиын жақтары да болды. Ерсұлтан Омар! Ең бірінші басында Қазақстан дауысы туралы мен кәдімгі үйде диван үстінде отырған болатын. Телевизорды қосып қалған кезде дәл сол Қазақстан дауысы болады деген жарнаманы көрген болатынмын. Және анама бірден айтып, мама, мен осы жобаға қатысқым келеді деп айттым. Сосын мамамды қолдап, ол кезде бізде не болды? Электронный іріктеу болды. Соған 2 видео жіберген болатынбыз. Бірінші әнім қазақша, ол көрмей тыңдауды орындаған құстар әні. Екінші ағылшынша Lovely деген ән болатын. Сол 2 әнді жібердім. Және бірнеше күн өткеннен кейін маған, яғни анама, сіздің балаңыз көрмей тыңдауға өтті деген хабар келді. Енді мен Ерсұлтанның әнге деген, өнерге деген қабілетін мен негізі кішкентай 1 жас кезінде байқадым десем болады. Өйткені Ерсұлтан кішкентай кезінен жаңағы шыңғыратын, бір өзінің жаңағы Димаш ағасындай бір шыңғырған дауысы әдемі да. Мен ойлайтын, осы баланың бір шыңғырған өзі ерекше, осы бір әнші бала болады-ау деп. Өйткені өзім соны өнерге көбірек жақындығым бар ғой. Өзім сонда бір әнші болсам екен, бір өнер адам болсам екен деген өзімде бір арман болған. Осы баламыз сол бір сонда әнші болады-ау деп байқадым. Енді ол бала ғой, енді кішкентай кезінде мұңғы болады ғой. Кейін сөйтіп жүргенде бір 3-4 жасында бұл уже әр жаңағы өнердегі аға әпкелерінің еліктеп, соларға қарап ән айтып, солардың мысалы жаңа Қайрат Нұртас ағасының көбінесе соның әндерін айтатын. Қазір мен осы номер 53 мектеп Бауыржан Момышұлы атындағы мектепте оқып жатырмын. 9 класс оқимын. Класстағы балалардың барлығы өнерлі. Ән айтудан басқа көбінесе футбол ойнаған жақсы көремін. Спорт залға барып ойнаймыз кей кезде. Балалармен әңгімелесеміз, қызықты әңгімелер айтамыз. Көбінесе бір ойын туралы ше, мысалы қандай, компьютерлік ойындар туралы айтқан жақсы көреміз. Жалпы Ерсұлтан барлық сабақтарды жақсы оқиды. Үлгерімі оның үздік оқушылардың қатарында. Ал енді қазақ тілі әдебиетіне деген оның сүйіспеншілігі, көзқарасы ерекше. Оған менің ойымша Ерсұлтанның кішкентай кезінен бастауыш сыныптан бастап ұлттық құндылыққа деген сүйіспеншілігінен болуы әбден мүмкін. Мен өзім бір жақсы көретін қасиеті Ерсұлтанның. Ерсұлтан ол жарысқа дейін қандай болды, ол жарыстан кейін еш өзгерген жоқ. Сондай қарапайым, онда бір мендік деген сияқты, бір мен жұлдыз болып жатырмын ау деген сияқты ондай ой мүлде жоқ. Бірінші дыбысты өте ақырын аламыз, иә? Крещендо жасауымыз керек. Дыбыс ақырын бірте-бірте ұлғаю керек, иә? Үлкею керек. Басында. Осы жобадан кейін көптеген ұсыныстар түсіп жатты.
продюсерлер де келді, және көптеген ұсыныстар түсіп жатты. Бірақ енді қазіргі уақытта менің басты мақсатым өзімді дамыту, яғни алдағы уақытта, қазіргі уақытта мен өзімнің жеке әндерімді жазып жатырмын. Сахналарға шығу үшін, өзімнің әніммен халықты баурап алу үшін өзімнің жеке әндерімді жазуға тырысып жатырмын. Әділ заман бағалан бұл арманда. Қара сөздер өлім оңай, халқыңа адал қызмет етпесеңіз, абырой атақ шіркін кетпем оңай. Дауысы енді өтіп бара жатқан адам қайырылып сол дауысты тыңдай дәрежеге жетті. Келгеннен кейін бір жарты жылдың ішінде ол бала өзін таныта бастады. Ақтөбе қаласында жыршылардың тәуелсіздік жыр әнім деп аталатын жас жыршы балалардың байқауы өтті. Сол байқауда Ерсұлтан Қобыланды Батыр жырын жатқа орындап, әрине ол жерде қиындықта болды. Жатқа орындап, біздің Ерсұлтан бас жүлдені иеленді. Екінші одан жолы қаттырақ. Үшіншісі до ре ми фа соль фа ми ре до. Тоникаға келгенде қайтадан соңғы дыбысты тыңдаймыз. Дыбысты ақырын жібереміз. Дыбыстың күшін, динамикасын тыңдауымыз керек қайтадан. Енді Ерсұлтанның болашағынан әрине тек жақсы, жарқын, қуанышты сәттерді, сондай биіктерден көрінетін жаңалықтарды күтеміз, табыс тілейміз, шығармашылық. Енді қазір жастардың әйтеуір әртүрлі бағытта көп өнер көрсетіп жүргенін білеміз. Қазір бір жеңілдеу бағыттар шығып кетті. Бұрынғы біздің жаңағы орта буындардағы эстрадалық ән айту мақамы өзгеріп бара жатқан сияқты қазір көп қарап отырсақ. Әндердің бір текстары, сөздері түсініксіз, немесе әуені түсініксіз, жаңағы түсінбейтін әнге, немесе рэпке, жай бір сөзге, речитативке келмейтін сондай бір әндер шығып кетті. Енді ол сондай бір, өйткені сондай бір бағыттардан аулақ болса екен, осы қазақтың негізгі әуенін, мақамын өзде бір дәстүрлі әнде оқыған бала болғандықтан, тек эстрадалық емес, сондай-ақ қазақтың қасиетті қара домбырасын мен бойға дарыған қасиетті өнерін осы дәстүрлі әнді де бірге тастамай жанына домбырасын серік қылып, біздің осы Қазақстанның ғана емес, көптеген алыс жақын шетелдерде өзінің жаңағы ойындағы Алланың берген өнерін ары қарай дамытып, көрсете біліп, біздің еліміздің барша жұрттың мақтанышы болып жүре берсін деген тілек білдіреміз. Қазір мен жасым 14-те болғандықтан балаларға арналған байқауларға қатыса алмаймын, ал ересектерге арналған байқаулар 16 жастан басталады екен. Сондықтан да 16 жасқа толғанымды күтіп, және де көптеген байқауларға, әлемдік байқауларға қатысып, қазақты танытуға, өзімді дамытуға тырысамын.